Сәлем достар, менің есімім Қайырбек, мен химия пәнінің мұғалімімін. Бүгін біз сіздермен қаныққан көмірсутектер мен алкандармен танысамыз. Алдыңғы тақырыптарда біз жалпы органикалық класстармен танысқанбыз, соның ішінде алкандар да болған. Жалпы формуласы қаныққан көмірсутектердің CnH2n плюс 2. Демек, бұл қосылыстарда көміртек максималды 4 валенттілігін көрсетеді, яғни 4 электронда дара-дара байланыстар түзуге жұмсайды, барлығы сигма байланыс болады, ешқандай пи байланыс жоқ. Осылайша бізде алкандар түзіледі. Ең қарапайым өкілі бұл бізде метаннан басталады. Егерде оның құрылысын салатын болсақ, ол молекулалық формуласы метанда міне. Көміртек 4 электронын сигма байланыс түзуге жұмсайды, әрбір сутекпен байланысады. Сутектер бір-бір электронын бөлісіп, көміртекпен бізде электрондардың бөлісу, яғни коваленттік байланыстың пайда болуы орын алады. Міне, коваленттік байланыстар түзілді. Олардың барлығы дара байланыс, немесе сигма байланыс деп атаймыз. Алканда бұл көміртек ең максималды валенттілігін көрсетеді, яғни 4-еу. Сондықтан жалпы формуласы осыған сәйкес болады. Келесі өкілі этан, оның да құрылысының ерекшелігі көміртек пен сутектің санында. Жалпы қасиеттері, физикалық, химиялық қасиеттері барлығы ұқсас. Сондықтан бұл жалпы алкандардың біз физикалық және химиялық қасиеттерін қарастырамыз. Сонымен қатар олардың негізгі қолдану аясы. Осыған тоқталатын болсақ, жалпы алкандар қай жерде қолданылады және оның маңызы қандай? Негізгі бөлігі алкандардың бізде отын ретінде оның қолданылуында. Отын дегеніміз бұл әрине мұнай және газ туралы айтамыз. Көмірсутектер, яғни алкандар, олар мұнайдың және газдың құрамына кіретін негізгі компоненттер. Егерде газдың құрамында ол алканның алғашқы 4 газ тәрізді өкілі болатын болса, метан, этан, пропан және бутан. Бұлар бізде табиғи газдың құрамына кіреді. Олардың барлығы отын болып табылады. Қай жерде қолданылады бұл газ? Үйлерді жылытқан кезде, немесе кейбір көліктерде бізде газ қолданылады, немесе тамақ пісіруде газды қолданып біз жылытамыз. Сонымен қатар бұл газды мысалы өндірісте де үлкен химиялық реакцияларды қыздыру үшін, температурасын арттыру үшін газды қолдануға болады. Мұнай қай жерде қолданылады? Бізде негізінен сұйық немесе қатты мұнайдың фракциялары болуы мүмкін. Мұнайдан шығатын түрлі фракциялар бар. Яғни фракцияларды алу ең бірінші фракциялық айдау кезеңінде орын алады. Фракциялық айдалады. Немесе дистилляция дейміз. Фракциялық дистилляция. Нәтижесінде біз келесі қоспаларды аламыз. Ол бізде, егерде жалпы мұнайды алатын болсақ, мұнай бізде міндетті түрде газбен, ілеспе газбен бірге жүреді. Сондықтан ректификациондық колоннада бізде газ да бөлек шығып жатады, және мұнайдың сұйық фракцияларда бөлек шығады. Егерде үлкен колонна деп айтатын болсақ, ең жоғарғы жағында бізде оңай ұшқыш заттар бірінші бөлінеді. Ұшқыш заттар ол әрине бізде газдар. Мына бізде газ бөлінеді. Ол газ мына 4 қосылысты атасақ болады. Одан кейінгі алғашқы фракциясы бізде бензин деп аталады. Немесе нафта. Бензинді біз көбінесе автокөліктерге отын ретінде пайдаланамыз. Бензин ол қосылыс емес, ол қоспа. Ол қоспа әртүрлі органикалық қосылыстан тұрады. Негізгі оның компоненті С5 және С10, яғни көмірсутектерден тұрады. Пентаннан бастап деканға дейінгі көмірсутектердің жиынтығынан тұрады бензин. Одан да басқа қосылыстар қосады. Мысалға бензинге жай автокөліктерге оның октан санын көтеру мақсатында бензол немесе толуол қосу мүмкін. Себебі бұл қосылыстар октан сандарын көтеріп отырады. Яғни бензиннің детонациялық тұрақтылығын төмендетеді, жоғарылатады.
нафта енді басқа да органикалық синтезде көбінесе қолданылады. Келесі фракция бізде С10, яғни газойль, С10, С16. Осы көміртектердің арасында бізде газойль деген келесі фракция бөлінеді. Ол да бізде отын ретінде де пайдаланады. Одан кейінгі фракция бізде С9H19 дизель. С19 яғни. Одан кейінгі С20-дан жоғары бізде ауыр, яғни фракциялары, ауыр және қатты фракциялары кетеді. Бұл бізде мазут болып табылады. Олардың бөліну әдісі мұнайдың құрамындағы көмірсутектердің бір-бірінен қайнау температурасына өзгешелігінен бөлінеді. Яғни әрбір фракцияның айырмашылығы олардың қайнау температурасында. Егер де газ бізде қайнау температурасы өте төмен болатын болса, бензиндікі одан жоғары, газойльдікі одан жоғары, дизельдікі одан кейін мазуттікі ең жоғары болып табылады. Осылайша біз мұнайдан әртүрлі фракция отынның түрлерін ала алады екенбіз. Осылардың негізгі компоненттері тағы да қайталаймыз, бұл бізде алкандар, жалпы формуласы осылай болып келеді. Енді жалпы алкандардың біз қолданыстан бөлек біз оның құрылысына мән берейік. Алкандардың құрылысын алатын болсақ, егер де екінші өкілі этанды алайық. Этанның құрылысына қарайтын болсақ, бізде көміртек 4 электрондарын жұмсап тұр, коваленті байланыс үзіп тұр. Бұл жерде ерекшелігі этанның құрамындағы екі көміртектің арасында байланыс бар. Бізде сигма байланыс бар. Осы сигма байланыс бізде өз осінде айналады екен. Айналу мүмкіндігі бар. Осы өз осінде айналу мүмкіндігін айналуды біз конформация дейміз. Яғни өз осінде айналады. Яғни егерде мынаны біз қозғалмайтын күйде ұстайтын болсақ, мына сутек, мысалы бірінші сутек, екінші сутек, үшінші сутек дейтін болсақ, конформация мына ось айналған кезде бірінші сутек былайнан өзгеріп отырады екен. Мына жақта да былайнан өзгеріп отырады. Бұл қасиет нені береді? Бұл оның белгілі бір физикалық және химиялық қасиеттерінің ауысып отыру мүмкіндігін көрсетеді. Біз осыны ескеруіміз керек. Ал егерде біз қос байланысы бар қосылыстарды айтатын болсақ, мысалы алкен немесе алкиндер, қос немесе еселік байланыстар, олар конформация, осы еселік байланыста конформация жүрмейді. Сондықтан олардың белгілі бір изомерлер түзуіне мүмкіндік туады екен. Енді жалпы алкандардың атауы латын тілінен біз оларды аударғанда парафин деп айтамыз. Парафин дегеніміз латын тілінен парум афинис деп аталады. Осы сөзден шыққан аудармасы белсенділігі төмен. Не себепті алкандарды белсенділігі төмен деп атайды? Басқа да органикалық қосылыстармен салыстырған кезде алкандардың шынымен де белсенділігі төмен. Мысалға алкенмен, алкиндермен, спирттермен, галоген алкандармен, альдегид, кетон, карбон қышқылы, тағы да басқа органикалық көптеген қосылыстардың арасында алкандардың белсенділігі өте төмен. Ол көптеген реакцияларға қатыспайды. Оның алкандардың жүретін реакциялары өте қиын жағдайда немесе белгілі бір жағдайды қолданған кезде ғана жүруі мүмкін. Не себепті алкандар бізде салыстырмалы түрде инертті болып келеді. Оның молекулалық құрылысында, яғни молекулалық құрылысын қарайтын болсақ, алкандардың, мысалы этанды алатын болсақ, бұнда бізде электр терістілігі жоғары атомдар жоқ. Көміртектің электр терістілігі 2,5, сутектікі 2,1, айырмашылық өте төмен. Сондықтан бізде үлкен полярлық жоқ қосылыста. Мына байланыстардың арасында. Және жалпы молекула алатын болсақ, жалпы молекуланың бізде барлығына полярлығы бір-бірін жоятын болғандықтан жалпы молекулалық диполь нөлге тең. Сондықтан
Дипольдік момент нөлге тең болғандықтан молекула бізде полярсыз. Полярсыз болғандықтан алкандар молекуласы көптеген бөлшектердің шабуылына төтеп береді. Яғни бізде әртүрлі бөлшектер бар, олар электрофил немесе нуклеофил. Олардың алкандарға шабуылы сәтсіз аяқталады екен. Себебі бұл молекула жалпы полярсыз, оның шабуылдауға мүмкіндік беретін бізде орталықтар жоқ. Ол орталықтар бізде ішінара плюс немесе ішінара минус теріс зарядталған жартылай зарядтармен айқындалу керек. Ондай жартылай заряд, ондай айрықша көрінбейтін болғандықтан бізде жалпы молекуланың полярсыз және оған басқа да электрофил немесе нуклеофилдер шабуылдамайды. Өте қиын жағдайда жоғары температура немесе белгілі бір күн сәулесінің нәтижесінде ғана кейбір реакциялар орын алады. Оны біз келесі тақырыптарда қарастырамыз. Жалпы бүгін алкандармен таныстық, оның жалпы формуласымен танысқан болдық. Негізгі оның қолданысы отын ретінде қолданады, газ немесе мұнай фракциялары. Және оның құрылысымен танысып, не себепті оны белсенділігі төмен қосылыс деп атайтын талқыладық. Себебі онда бізде полярлық жоқ, оның әртүрлі активті орталықтары жоқ, оған нуклеофил немесе электрофил бөлшектер шабуылдамайды екен. Сондықтан көптеген реакцияларға ол қатыса бермейді. Келесі сабақтарда негізгі оның жүретін реакцияларымен танысамыз. Осымен сабағымыз аяқталды. Сұрақтарыңыз болса видеоның астына жазыңыздар, мен міндетті түрде жауап беремін. Сау болыңыздар.